берме екен дедім. Басталып осылайша курсымыз, қалдартта мектептегі жұмысымыз. 10 күн жүріп таныған әріптестер, 10 жыл бірге жүргендей туысымыз. Айжан апай бастады сабақты алып, біздер де тұрған жоқпыз қарап қалып, қойылған сұрақтарға жауап бердік, көңілмен миымызды сәл ақтарып. Айжан апай сабақты өткенде кеп, қалдық біз бір ғажайып көктем бе деп, біз ойлантқан курстың әр күнінде Айжан ұстаз парақтап төккен дерек. Білім жинап алуға тұтын алып, біз келдік, бір орны бар құтын алып, шаршадық, Айжан ұстаз сабақ өтті, біздегі бар қуатты жұтып алып. Жатқан жоқпын білсеңіз жаяқталып, Айжан апай кеудені ояттанып, әлі де келер едім қиналсам да, курста қалды білем аяқталып. Әдісім көп, қалмайды жасып қанат, келесіде оқимын қашықтан-ақ. Кей кезде көп әдісті пайдаланам, күнде өтіп жатқан жоқ ашық сабақ. О құдайым, ұстазды қорға сақта, Абайдай біздер бәлкім толмасақ та, Айжан апай бізді де сүйіңізші, бізде Абай мектебі болмасақ та. Семинарға келеміз қарашада, ұстазбен қоғам мына санасама, ұлт үшін ұстаз болып күтер үйде, анам ерте келер деп бала шаға. Көп сағат алуға да құнықпайық, ұстаздың артын әркез ұлықтайық. Ұстаз болу басталар отбасынан, сол үшін отбасын да ұмытпайық.